Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Бүгін біз осындай ас дайындаймыз. Картошканы рулет қылып, фаршпен. Қараңыз, қандай керемет, өте дәмді. Қазір керек заттарын көрсететін боламын. Бізге қазіргі керек заттар пияз, сыр, ет, фарш аламыз, және де картошка. Қазір картошкадан бастаймыз. Картошканы ұсақтап турап. Картошканы осылай жіңішке қылып турап аламыз. Картошкамызды турап болдық. Бәрін міне осылай турап аламыз. Енді сырды терткіден өткіземіз. Сырды осылай терткіден өткізіп аламыз. Міне осындай қылып. Сырымызды өткізіп болдық. Міне қараңыз. Картошкаларымызды жайып аламыз. Мына тураған картошка, бірінші сырды себеміз астына. Сырды сүйіп аламыз. Менің противным кішкентай. Так, соның үстінен осылай картошкаларымызды бірдей қылып жайып аламыз. Картопымызды салып болдық. Енді осының үстіне қалған сырымызды сеуіп, пешке, қызып тұрған пешке 180 градусқа қоямыз. Пешті қызып тұрған пешке 35-40 минут пісіріп аламыз. Енді начинкасын дайындаймыз. Жуамызды ұсақтап турап, газды қосып қойдым. Газды сковородканы қойып, ұсақтап турап аламыз. Осылай жуамызды ұсақтап турап дайындап қойдық. Енді сковородкамызға май құйып, фаршымызды
фаршымызды сковородкеге қуырамыз. Майымызды құйып алып, фаршымызды жақсылап қуырамыз. Үстінен пиязымызды қосамыз. Және де дәміне қарай бұрыш. Және де тұз қосамыз. Жақсылап араластырып, пиязымен бірге қуырып аламыз. Фаршымыз дайын болды. Енді астын суырып қоямыз. Картофеліміз дайын болды. Жарты сағатта дайын болды картошкам. Енді осының үстіне манағы қуырған фаршымызды саламыз бір келкі қылып. Фаршымызды бірдей қылып салып алдық. Енді осыны рулет қылып ораймыз. Осылай. Міне осылай орап аламыз. Неке рулетіміз дайын. Осымен болды. Енді жей беруге болады. Астан дәмді болсын.